кім мына орталық Евразияны, орталық Азияны деп айтайық, Мгм. оңтүстік Азия, осы Иран, осы Түркия, осы маңайда кім бақылау орнатады, сол әлемді билік. Американың көздегені сол мұнай шығаратын елдер. Венесуэла кетті, Мгм. Иран кетіп жатыр. Исламда адам өлтіру ең үлкен күнә болып саналады. Мгм. Ал бұл өз қолымен қаншама адамды өлтіріп отыр. Сондықтан бұл жерде Али Хоменейді бір тек қана Израиль мен ақша қарсы тұрғаны үшін ғана ақтап алу, бұл менің ойымша ақымақтық. Бір таталды ислам республикасы деген атаудан шығатын болса, олардың болашағы қалай болады? Ирандықтарға қазір басты мақсат алғашқы 10 күнде құлап қалмау, құлдырамау. Егер осыны ұстап қалсақ, біз қазір дейді, ұзақ мерзімді соғысқа айналады, және ары қарай американдықтар мен израильдіктер шаршай бастайды дейді. Ресей қазір әлсіреген сонша, Асадтың кетуінде де ештеңе айтылған жоқ, Венесуэлада да ештеңе айтылған жоқ, енді Иранда да түк істей алмай отыр. 25 жыл бізде азаматтық соғыс болады. Сол әлі күнге дейін соның әсерін біз көріп жатырмыз. Ата-бабалардың жасаған қателерінің әсерін көріп жатырмыз. Төлелердің тұқымдарының жасап кеткен қателерін біз қазір көріп жатырмыз. Арма көрермен, эфирде Дүрбіс сұхбат алаңы. Күні кеше әлем аласапыран күйге түсті. Осы жағдайға байланысты біз белгілі саясаттанушы, шығыстанушы Жанат Момынқұл мырзаны шақырдық. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Жәке, жалпы бұл жағдайда не күтуге болады? Қазір біз туристеріміз елге қайта алмай әр-сәрі күйде жатыр. Әлемнің аспаны ашық болмай тұр. Қайтпек керек. Арасында да мына Ирандағы кешегі аласапыран жаңа бағытта қатты жылдамдықпен өрбіп жатыр. Өзгерістер легі толастамай аймақ трансформациядан өтуге аяқ басты. Бұл өзгерістердің шеті бізге жетті. Бұл үлкен ауысымдарды алып келеді. Әртүрлі геосаяси, экономикалық, басқа да. Бұл енді ғана басталды. Бірақ дегеннен бастап Иран режимінің имам Али Хаменейді басын қағып тастады. Яғни режимнің басы кетті. Бұл расында да мына Иранда өзгерістердің тез болатынын білдіруі мүмкін. Мен бұған дейін бірнеше сұхбатымда айтқандай, Иран режимі кетеді. Кетудің алдында тұр. Өйткені ол өзінің баянсыздығын әлемге баяғыдан паш еткен. Шамасы жетпейтін батыспен жауласып, Израильді жоямын деп, таяу шығыста әртүрлі радикал, діншіл, террористік, Хамас, Хизбулла сияқты басқа да шииттік топтарды қолдай отырып, кеше ғана өзіңіз көргендей бүкіл араб елдеріне шабуыл жасады. Бұл аймақта қай мемлекеттің қауіпті екенін, аймақтың шырқын кім бұзып отқанын нақты көрсетіп берді. Әрине, Израильмен қоса ол Иран болып келді. Және одан бұрын әртүрлі радикалды, ультрасалафи топтардың болғанын білеміз. Қазір біз жаңа фазаға өттік. Бұл таяу шығыстағы оқиғалар бірте-бірте орталық Азияға ықпал ететін болады. Тек қана орталық Азия емес, Кавказға, және ең маңыздысы оңтүстік Азия. Пакистан, Ауғанстан аймағы осы Иранға өте жақын жатыр. Расында да тұрақсыздықты күшейту қаупі болмаса да, бірақ рисктері, тәуекелдері бар. Бұл тұрғыдан Қазақстанда кеше шұғыл жиналыс жасап, қамданып, шараларын атқарып жатыр. Менің ойымша, бұл Ирандағы болып жатқан оқиғаны мен объективті түрден қарауға тырысқаныммен, бірақ мен оны өзімнің жеке субъективті көзқарасым тұрғысынан өте позитив, жағымды оқиға ретінде бағалаймын. Әртүрлі қауіпсіздікшіл көзқарас тарапынан таяу шығыстың бүкіл тұрақсыздығын орталық Азиядан бөліп ұстап тұрған осы Иран. Егер Иран құлайтын болса, ол жағдайда бүкіл қауіп орталық Азияға ағылады, лап қояды деген сияқты көзқарастарды осы кезден естіп келген болатынбыз. Ал енді қазір суық ақылмен бағамдайтын болсақ, Иран режимі кетудің тура алдында тұр. Бұл соғыс қанша жалғасатынын білмеймін, бірақ Американың мен Израильдің сценарийлары 2-3 сценарий бар деп ойлаймын. Біріншісі ол тез, жылдам, жойқын. Ол 2 апта, 4 күн немесе 2 апта, 2-3 апта. Екіншісі ол 2 ай. Үшінші өте қауіпті сценарий ол созылмалы.
бірақ бұл жағдайда созылмалы болмауы мүмкін. Өйткені Американың қазіргі негізгі мақсаты Иранның әскери саяси элитасын ыдырату, бөлшектеу. Ол үшін әртүрлі киберден бастап барлау, әскери жойқын соққылар, психологиялық соққылар арқылы, ақпараттық ойындар арқылы мына Иранның менеджментін елді басқара алмайтындай, қадағалай алмайтындай жағдайға жеткізу, яғни координация байланыстарын кесіп тастау. Кеше ғана Али Хаменейден бөлек бүкіл мына қауіпсіздік кеңесінің басшысы өлтірілді. Одан кейін әртүрлі мына КСИР-дің Иран революциясы сақшылар корпусының негізгі басшылары өлтірілді, жойылды. Жаңағы әуе қорғанысы бойынша Назирзаде, Мұхаммед Пакпур сияқты үлкен ықпалды адамдар бұлар. Иә, сіз айтқан өте ықпалды адамдар жойылған болатын. Бұл қазір ғана емес, былтырда бірнешеуі жойылды. Оның арғы кезеңінен соң Раисидің де өлімі, Раисидің де құпия жағдайда өлімі. Бұлардың барлығы бір тізбектің жалғасы сияқты. Қасым Сүлейманиден бастап. Қысқаша айтқан кезде Израильдің барлауы, Моссад қазір тып-тыныш көрінгенмен, бірақ 2025-те өзінің күшін көрсеткендей, мына ядролық архивтің жылжуынан бастап негізгі тұлғаларды бақылау бойынша, сырттан бақылау бойынша, барлау бойынша бүкіл ақпараттарды, негізгі ақпараттарды қолына ұстаған және оларды аңдыған және керек кезде жойған. Кешегі мына Али Хаменейдің жасаған бір қателігінің бірі, ол жиналыс өткізу болған сияқты, сарапшылардың айтуы бойынша. Бір мезетте бірнеше осындай әскери, діншіл, саяси элитаның өкілдері 40 адамның басын қосып жойылып өтпек болған. Бұл үлкен соққы Иранға, әсіресе Хаменейдің өлтірілуі. Оның алдында Хизболланың басшысының өлтірілгенін білеміз, Хамастың, басқа да күштердің. Сондықтан да бұл Израиль мен Американың бұрыннан бергі максимум қысым стратегиясының жалғасы. Шарықтау шағына жетіп тұрмыз. Яғни мәселе тек қана Иранда емес. Иран мына Қытай, Ресей, Иран үштігінің ең әлсіз буыны. Міне жерден ұрып отыр. Оның себебі негізгі бағытталған күші ол Қытай. Венесуэланың мұнайын иеленді. Және енді қазір Иранға шүйлігіп отыр. Иран мен Венесуэладан шығатын мұнай Қытайдың шамамен 30%-ға дейінгі мұнайын қамтамасыз етеді. Қазір енді Ормұз бұғазын Иран тарапы жапты, бірақ бұл өз кезегінде бүкіл араб елдеріне қарсы бағытталған бағыт, және де бүкіл араб елдерін, сунни мұсылман араб елдерін Иран өзіне қарсы қойып алды. Мұнайын сатып алып отырған Оңтүстік Корея, Жапония, оның ішінде Қытай да бар. Бұл мемлекеттердің барлығын бір жағынан Иран өзіне қарсы қойып болып отыр. Яғни Қытайға баратын мына мұнайдың жолын жауып тастау қазіргі Американың мақсаты, және сол жерді бақылау. Иранның мұнайын, болашақ минералдарын. Қысқаша айтқан кезде Иранда американшыл бір биліктің келуі болуы мүмкін. Бірінші сценарий бар. Біреуі ол нейтрал, бейтарап. Қатты американ болмаса да, бірақ Америкаға, Израильге қарсы соғыс ашпайтын, оның болмысын мойындайтын, бар болу құқығын мойындайтын қуатты бір аймақ держава ретінде өмірін жалғастыруы мүмкін. Тағы бір сценарий бойынша ол әрине демократ немесе айталық сондай бір тұлғаның, Америкаға жақын бір тұлғаның келіп осы елді басқаруы. Үшінші сценарий, ол ең жаман сценарий, ол әрине соғыстың ұзақ мерзімге жалғасуы. Бірақ менің ойымша Америка мен Израиль осы жолы Иранды беріп қоймайды. Әсіресе 30 мыңға жуық немесе 20 мың, 10 мыңға жуық өзінің халқын жойған осындай режимні ол ешқашан жібермейді деп ойлаймын. Өйткені халқы қазір мобилизацияға шығып, өз режимін, өз саяси билігін қорғау жағдайында емес. Яғни халқының біразы бұл оқиғаларға қуанып жатуы да мүмкін. Қысқаша айтқан кезде наразы топ бар. Наразы топ көп. Өйткені Иран диаспорасы өте күшті. Батыста, Европада бұлар осы оқиғаның ықпал күштеріне де айналды. Әрине Израильдің басқа да сырттан қышқыртулар болды, бірақ қалай болғанда да Иранның диаспорасы өте қуатты. Израильдің диаспорасы сияқты, Арменның диаспоралары сияқты. Ол сіз халықты, Иран халқын қыса отырып, санкция жағдайында 40 жылдан астам өмір сүруге сондай қысылтаяң жағдай жасай отырып, халықты ренжіте отырып,
алаңға шыққан халықтарды, жаңа айттым ғой, 20-30 мың халықты өлтіре отырып бұл мәселені шешуге тырыссаңыз, ол халық сізді билік ретінде қолдамайтынын көрсетті бұл Иран кейсі. Өйткені керісінше халықты бірлікке шақырып, ішкі бірлігін нығайтып, халықты ренжітпей, оны баланспен ұстау өте маңызды екенін осы Иран кейсі көрсетіп берді. Өйткені қазір халықтың көп бөлігі билікті қолдап отырған жоқ деп мен ойлаймын. Және бұл Ирандағы жағдай Қытаймен тікелей байланыстылығын айттым. Өйткені Америка Қытайдан басталған әртүрлі логистикалық теңіз жолдар, құрлық жолдарын қадағалау жағдайына жақындады. Қысқаша айтқан кезде, мына таяу шығыстағы мына жағдаяттар, конфигурациялар біртіндеп институционалды түрде бізге қарай жақындап отыр деп мен ойлаймын. Енді Қазақстанға келетін болсақ, бізге әрине жаңағындай миграция болған жағдайда бір қауіп, немесе мұнай бағасының уақытша орта мерзімде көтерілуі жақсы жаңалық. Миграция әрине ол қауіп. Және Қазақстан үшін мен ойымша баланс сақтау өте маңызды болады. Өйткені мәселе Қытай мен ақш-тың текетіресіне келіп тіреледі. Енді сол ойындар, үлкен ойындар таяу шығыста ойналды. Енді сол біртіндеп орталық Азияға ойысып жатыр. Соғыс алаңы болмаса да талас алаңына айналуымыз мүмкін, ықпал алаңдарына айналуымыз мүмкін, бәсеке алаңына айналуымыз мүмкін. Енді ақш таяу шығыс ешкімге бермейді. Бүкіл мұсылман әлемін қамтып жатқан осы аймақта Қытайға беріп қоймас үшін Иранға шешімді соққы жасайды. Америка мен Израиль басқа уақыты да қалған жоқ, басқа шарасы да, амалы да қалған жоқ. Міне Иранда режимді тез ауыстыру бойынша өте шешімді әрекеттерге барып отыр. Ол ертең кетіп қалады деген әңгіме емес, немесе келіссөз басына отыра салайық деген әңгіме емес. Өйткені Али Хаменейді өлтіргеннен кейін, соншама саяси элитасын өлтіргеннен кейін, және былтырғы оқиғаны да бұған қоссаңыз, логикалық жалғасы, стратегияның бір белгілі тактикалық буындары деп айтуға болады, тізбектері. Сондықтан да таяу шығысты ақш ешкімге бермейді және күшейтіп отыр. Тек қана Монро, Донро, біз тек қана Америкада боламыз деген әңгімеден де өтесінде. Бұл мәселе негізі Евразияда кім бақылауды ұстайды деген мәселеге келіп тіреледі. Евразияны кім контроль жасайды? Өйткені Хартланд теориясына сәйкес халықаралық қатынастарда кім мына орталық Евразияны, орталық Азияны деп айтайық, оңтүстік Азия, осы Иран, осы Түркия, осы маңайда кім бақылау орнатады? Сол әлемді билік деген ортақ түсінік қалыптасқан. Енді Американың көздегені сол мұнай шығаратын елдер. Венесуэла кетті, Иран кетіп жатыр. Енді ол аймақта Американың белгілі ықпалы күшейгеннен кейін ол бізге қалай әсер етеді деген табиғи сұрақтар туындайды. Және жаңа Қытай мен Ресейдің бәсекесі мына орталық Азияға қарай ойысады. Қытай не істейді бұл жағдайда? Ресейде белгілі ықпалын арттырды, экономикалық, технологиялық жағынан. Тіпті кейбір сарапшылар Ресей Қытайдың вассалына айналды деген сияқты сөздер айтылып жүр. Қаншалықты рас, оны нақты айта алмаймыз, экономист болмағандықтан. Және сонымен қоса Ираннан егер Қытай әлсіретіліп шегіндірілетін болса, ол жағдайда қаласаң да қаламасаңыз да орталық Азия негізгі талас алаңына айналады, бәсеке алаңына айналады. Ол соғыс болады деген әңгіме емес. Ол жағдайда екі жақ, Американ блогы мен Қытай блогы ал енді кіммен боласыңдар деген сияқты қысым жасауы ықтималдығы бар. Бұл жағдайда бізге нейтралитет сақтау маңызды. Бізге нейтралитеттен бұрын баланс сақтау маңызды бұл тұста. Сондықтан да Тоқаевтың дипломатиялық тәжірибесі бұл жерде қажет. Ол жақында ғана соның алдын орап, болжай отырып, бәлкім Трамптың болмашы, әзірше болмашы, бірақ болашақта потенциалы бар бейбітшілік кеңесі алаңына кіруі, сонымен қоса Ибрахим келіссөздеріне кіруіміз, және сонымен қоса Газаға институционалды қолдау ретінде әскер жіберу ықтималдығы туралы әңгімені көтеруіміз, гуманитарлық мәселелер, қаржылық балаларды оқыту бойынша. Бұл менің ойымша мына Тоқаевтың алдын ала Америкаға берген сигналы, және сонымен қоса оған жауап ретінде мына Трамптың да Қазақстанды қолдай отырып, Қазақстанды орта держава ретінде бір профайлға, бір сатыға сатысын жоғарылауына, халықаралық актор ретінде әлем сахнасына қайта оралуына, бейбітшілік алаңынан орын алуына Американ тарапы да қолдау көрсетіп отыр.
бұл екі жақты процесс, бұл күрделі дипломатия. Ең үлкен қауіптің бірі әрине жаңағы Америка енді мұнайды Қытайға беріп отырған келесі мемлекет кім дегенде Орталық Азия және ар жағы Ресей. Ресейдің кейбір мұнайлары. Айталық, біздің Алашонкаудан Қытайға дейін салып қойған, баяғы жылдарда салып қойған құбырымыз бар. Бірақ олмен қазақтың мұнайы кетіп жатқан жоқ Қытайға. Ол бойынша Ресейдің 10 миллион тонна Қытай кетіп жатқанға ұқсайды. Ендігі негізгі мәселе ақш осыған назар аударуы мүмкін. Яғни кейбір сарапшылардың айтуы бойынша керісінше енді Орталық Азия Қытайдың алаңына кіріп кете ма деген мәселе бар. Талиптер енді алдыңғы орынға шығуы мүмкін. Иран мәселесі кетіп еді, енді мына ауған мәселесі өте шетін болатын түрі бар. Ауған кімнің тендерін орындайды, кімнің прокси болады, ірі күштердің, ірі державалардың. Қытай ма, Ресей ма, Үндістан ба, Америка ма, кеше Пәкістан мен Ауғанстанның арасында бір конфликттің бұрқ ете қалуы, кейбір сарапшылардың айтуы бойынша ол екі жақты да Америка қолдап отыр дейді. Мына Иранға шабуылдың алдында ғана болды, және де Үндістан жаңағы Үндістан оның алдында тура сол күндерде Нетаньяхумен барып кездесіп, екеуі құшақтасып, Израиль мен Үндістан екеуі негізі мына кейбір исламистік күштерге қарсы блок құрды ғой. Сондықтан да олардың арасы өте жақын. Үндістан Ауғанстанды қолдады дейді. Ауғанстанды қолдады дейді. Ал Пәкістан, ол Пәкістан қызық мемлекет. Былтыр Пәкістан мен Үндістанның арасында конфликт кезінде Қытайдың берген коммуникациялық әртүрлі әскери құралдарының көмегімен Пәкістан Үндістанды жыққан болатын. Көп жағдайда жеңген болатын. Ол туралы жазғанбыз. Одан бөлек қазір жағдайда Пәкістан Қытаймен жақындығын бір көрсетті, енді Америкамен жақындығын, лоялдылығын көрсету үшін мына Иранға операция бастарының алдында Ауғанстанды ұрып отыр да. Пәкістан да, Үндістан да ол батыстың партнерлері болып отыр. Қанша бір-бірімен қырылысқанмен, сондықтан да бұл жерде мына империялар деңгейінде бір уравниловка дейміз, белгі бір есептер бар, калькуляциялар бар. Ол халықаралық теорияда да ондай тепе-теңдік теңгерім жүйесі жұмыс жасайды. Қысқаша айтқан кезде Орталық Азияға жан-жақтан енді қысым артуы мүмкін. Шын айтқан кезде екі жақтан, үш жақтан артады. Бұл тұста енді көбінесе мына тым евразияшыл, тым шығысқа жақындаған елдерге оңай түспейді. Әсіресе мысалы белгілі Қытайдың алаңына кірген елдер және Қытайды ішке кіргізген елдер, оларға оңай болмайды. Сондықтан да бұл өте үлкен маңызды сигнал. Қазақстан өте абайлаған дұрыс. Әсіресе баланс сақтау үшін жаңағы шығыстың лагеріне кіріп кетпеу керек. Және де Қазақстан Америкамен жасаған, Қытаймен жасаған байланыстарда теңгерім жасау керек. Сонымен қоса Қытайдың да жақында бір медиасында оқып қалдым. Олар біздің Ибрахим келіссөздеріне, бейбітшілік кеңесіне кіргенімізді меңзей отырып, былай деп жазады. Байқаңыздар, Ауғанстан, Украина сияқты елдер сияқты болып кетіп жүрмеңдер, нейтралитет сақтаңдар деген сияқты сигналдарды оқып қалдым. Ал енді осы тұста Қазақстан Қытаймен етене жақын жұмыс жасаған ел ретінде әрине ол бір жағынан өте тиімді байланыстар, инвестициялар, бірақ сонымен қоса ақш-тың батыс блогының назарының осы жаққа қарай ауғанын ескеру керек. Біз талас алаңына айналсақ та, бірақ соғыс алаңына айналмауымыз керек. Және бұл нені білдіреді? Бұл Орталық Азияның бірте-бірте барлық ірі державалар үшін маңызының артқанын білдіреді. Және де мәселе тек қана біздің минералдарымызда емес, мәселе логистикалық жолдарының қай жолдармен жүруінде. Қазір ақш Армениямен, Джей Венс Армениямен және Әзербайжан басшыларымен өткен апталарда кездесіп, жаңа жоспарлар құрып кетті. Бұл деген сөз, егер Америка Иранға келіп отырып алатын болса, немесе ықпал жүргізетін болса, Кавказ, Иран, өзіңіз ойлаңыз, енді Орталық Азия бірте-бірте мына Қытайдың қасында үлкен бір буфер аймақ құрылып келе жатқанын айтуымыз керек. Бұл жаман жаңалық деп те айта алмаймын. Бірақ Қытай тұрғысынан алған кезде бір баланс сақтауымыз керек. Бірақ қалай болғанда да біз Қытайдың блогына кіріп кетпеуіміз керек деп ойлаймын. Баланс сақтау деген сол. Өйткені ол Қытайдың блогына бір кірсеңіз, ол ешқашан шығармайды, және сіз баланс жоғалтып аласыз. Баланс жоғалтып алғаннан кейін сіз нейтралитет, бейтараптықты жоғалтасыз. Ол өте қауіпті. Сондықтан да мына жаһандық күштердің тепе-теңдігін сақтай отырып, біз көбінесе мына халықаралық құқық тұрғысынан
қарастырғанымыз дұрыс. Орталық Азия форматын нығайта отырып, түркі жобамыз бар. Жақында Пәкістанға барып қайттық, оның бәрі бекер емес. Бізге негізгі мәселе сол логистикалық жолдар болып отыр. Енді мына жағдайдан кейін қалай болады? Қиындап қалған жоқ па? Мына Иранға шығатын ең жақын логистикалық жолымыз. Ол қалай болады енді? Енді америкалықтар келетін болса, олардың есептері қалай? Біз қалай болғанда да мына Ресейге логистикалық жағынан бағынышты қақпанда тұрмыз, географиялық. Енді ары қарай Трамп жол аталатын жаңағы Каспий арқылы ары қарай жолдар ашылатын болса, сонымен қоса белгілі келісе отырып, оңтүстіктен Пәкістан арқылы, Иран арқылы бір жолды бізге ашып беретін болса, бұл тұрғыдан біздің дипломатиямыз өте жақын сақ ойындармен баланс сақтай отырып, осындай коридорға шығатын болсақ, ол жағдайда біздің тынысымыз ашылады, біздің экономикамыз өседі, және ең маңыздысы Қазақстан әлемдік экономикалық байланыстарға, қатынастарға, өндірістер тізбегіне сау болыңыз, жеткізілімдер тізбегіне қосылады. Менің ойымша Қазақстан үшін өте маңызды нәрсе ол әлемге интеграциялану. Әлемнен оқшау қалу біз үшін өте қауіпті. Сондықтан да Қазақстан жаңа осындай этапқа өтті. Бұны мен жаңа мүмкіндіктер мен және рисктер, жаңа мүмкіндіктер мен рисктер алаңының қатар келуі деп айтуға болады. Қысқаша айтқан кезде енді таяу шығыста қауіпсіздік балансы, стратегиялық баланс өзгеріп жатыр. Ол жерде өзіңіз кеше байқағандай Израиль мен оның альянсындағы елдер, жаңағы Үндістан, әмірліктер коридоры бар, аймек деп аталатын. Сонымен қоса оның Кавказбен байланысы, оның орталық Азиямен байланысы. Қысқаша айтқан кезде мына Америка Европа мәселесінде еуропалықтарды оятып, Ресейді әлсіретіп, соңғы соғыстарда Европа арқылы ұстатып қоймақшы. Европа ары қарай Украинаны қолдай беретін болады, Ресейді ұстап тұрады. Ресей қазір әлсіреген сонша, Асадтың кетуінде де ештеңе айтылған жоқ, Венесуэлада да ештеңе айтылған жоқ, енді Иранда да түк істей алмай отыр. Бірақ әрине Ресей мен Қытай, кеше сарапшылар айтқанда, Дугиндер айтқандай, біз дейді мына барлау ақпарат арқылы, өзіміздің кейбір технологияларымыз арқылы, тәжірибеміз арқылы бөлісіп отырмыз ирандықтармен. Ирандықтар тез құламайды. Дугиннің де айтуы бойынша ирандықтарға қазір басты мақсат алғашқы 10 күнде құлап қалмау, құлдырамау. Егер осыны ұстап қалсақ, біз қазір дейді ұзақ мерзімді соғысқа айналады, және ары қарай американдықтар мен израильдіктер шаршай бастайды дейді. Өйткені расында да Израиль мен Американың негізгі мақсаты жойқын, тез, өте тиімді соққы жасау. Алғашқы 10 күнде тасалқан ету, және де жаңа мен айтып өткенде елде басқару хаосын туғызу, ешкім ештеңені бақылай алмайтындай. Ол жағдайда халық көшеге шығады, ол жағдайда мына Иранның қауіпсіздік әскери структурасы ыдырап жеңіледі дегенге келіп саяды. Енді соғыс енді басталды. Әліптің артын бағамыз, қандай соққылар болады, Израильге ойсырата соққы жасай ала ма, оны да көреміз. Әрине уәделер көп. Енді қазір елдің басына жаңа 3-4 келеді деп жатыр. Али Лариджани, одан кейін жаңағы бас прокурор, жаңағыдай тағы да қауіпсіздік органдарының мүшелері, имам, муфтияттан имам, аттар Сафави, тағы да бір кісілерді атайды. Менің ойымша бұлар енді қазір Америка мен жаңа Израильмен қарсыласады, билікті өзіне қолына алады. Бірақ менің ойымша олар белгілі уақыттан кейін, қарсыласқаннан кейін, әлсірегеннен кейін олар келісімге де келуі мүмкін. Олар жаңа элита ретінде, Али Хаменей кетті ғой енді. Рахбар имамдар кетті. Ендігі жағдайда жаңа лидерлер тарих сахнасына шығуы мүмкін. Және мына Америкамен келісу, Трамппен келісу де мүмкін. Өйткені жаңа айтып өттім, Америка Ресейді Европа одағы арқылы ұстап қояды. Және мына таяу шығыста Израильді күшейтіп, одақтастарына арабтар бар, бас Түркия бар, осыларға ұстатып кетеді. Және өзінің негізгі бәсекелесі қол сыбана отырып, сол Қытайдың мәселесіне қарай ойысатын сияқты. Кейбір сарапшылар тіпті Тайвань мәселесінде қозғайды. Ары қарай Тайвань мәселесінде Америка қозғауы мүмкін деген сияқты. Бірақ қалай болғанда да біздің көріп отырған нәрсеміз қазір анау таяу шығысты бөліп тұрған перде ашылып кетті. Оның ортасындағы Иран режимі ретіндегі, шиизм идеологиясы ретіндегі перде жойылуға шақ тұр деп айтуға болады. Ол жағдайда бүкіл өзіңіз ойлаңыз, таяу шығыс
оңтүстік Азия, орталық Азия. Осы үш аймақтың ықпалдастығы артады, және үш аймақтың егер бейбітшілікке қадам жасалатын болса, күрделі қадамдар, оны Америка, Израиль, басқа да елдер мүдделі болатын болса, ол жағдайда біздің әлемге интеграциямыз деген сол. Яғни оңтүстік Азия, мына 2 миллиард нарық бар, Үндістан, Пәкістан, Ауғанстан, Бангладеш, басқа да. Онымен қоса мына араб елдері, қаншама араб елдері, бай елдер, Израиль бар, Түркия бар, Иран бар, ары қарай Еуропаға нарықтар ашылады да, логистикалық жолдар. Қазір негізгі фактордың бірі сол логистикалық жолдарға контроль, бақылау. Америка мына Қытайдан келетін Еуропаға баратын жолдарға біраз кедергі жасауы мүмкін. Қытайдың әрекеті қалай болады? Ол өте маңызды. Қытай ләм-мим деп отырған жоқ деп айтуға болады әзірше. Қатты үлкен әрекеттерге барып жатқан жоқ. Шамасы келгенше енді Иранды қолдады, коммуникация құралдарымен, басқа да мәселелермен. Енді алдағы кезең көрсетеді. Менің жалпы былай бірсыпыра көзқарасым осындай. Және біз мына геосаясаттың ортасына қарай ойысып бара жатқан сияқтымыз. Жаңа айтып өттім, біздің рөліміздің артуы тек қана біздің ғана әрекетіміздің ғана жемісі емес шығар. Ол қосымша бізге қолдау көрсетіліп отыр осы тұрғыдан, рөліміз арттырылып отыр орталық Азия ретінде. Сондықтан да осы сәтті мен пайдалану керек деп ойлаймын. Және мүмкіндігінше мына егер осы аймақтар арасында егер сценарий бойынша Америка Иранды күшейетін болса, ол жағдайда сол блокпен жақсы болған дұрыс деп ойлаймын. Сол блоктың тілін тауып жатырмыз қазір. Біздің болашағымыз сол халықаралық алаңға кірігуіміз, интеграциялануымыз, толыққанды әлемдегі өз орнын ойып тұрып алатын мен дейтін мемлекетке айналуымыз, ұлтқа айналуымыз ендігі кезекте тарих сахнасына этникалық қазақ сияқты факторлар шығу ықтималдығы бар. Енді шектеулі болса да. Өйткені біз бұған дейін орыс тіл мәселесінде көбінесе Ресейдің көлеңкесі бұл, Ресейдің таза көлеңкесі, ықпал алаңға. Енді біз осыны қазақ тілімен тікелей әлемге мен бармын, міне мен қазақтың дауысы мынау деп шығаратын болсақ, түркілік факторлар арқылы, орталық Азия форматы арқылы, оңтүстік Азия мен таяу шығыс пен мұсылман өзіміздің әлемнің бір бөлшегі ретінде, бір сүнни әлемнің бөлшегі ретінде шығарайық. Қысқаша айтқан кезде Қазақстанның алдында ол жағдайда бір емес бірнеше есік ашылады. Бірнеше есік ашылады. Ол деген сөз Қазақстан Хартланд теориясына сәйкес орталық Евразиядағы әр территория тұрғысынан, минералдар тұрғысынан, логистикалық жолдардың торамды тұрғысынан, және де Қытайдың көршісі Ресейдің бұрынғы алаңындағы, империялық алаңындағы, советтік алаңдағы негізгі конструктив, жасампаз, дипломатиялық мәміленің орталығы, центр ретінде Қазақстанның интеллектуалды, концептуалды, дипломатиялық деп айттым, рөлі артады. Әлі дінаралық келісімді ілгерілетіп отырған мемлекет ретінде, әрі халықаралық әртүрлі структураларда, Трамптың структураларында, Ресейдің қауіпсіздік структураларында, Қытайдың ШОС сияқты институционалды структураларында отырған мемлекет ретінде тепе-теңдікті сақтауға және мына ірі күштерді үстел басына отырғызбаса да, бірақ өте жоғары идеяларды, бейбітшілік идеяларын, диалог идеяларын ұсына алатын теориялық тұрғыда деп айтайық әзірше үлкен бір мүмкіндігі артатын сияқты көрінеді. Анау абай айтады, екі кеме құйрығың ұста жетсе бұйрығың деп. Біз бұндай жағдайда қалай болады? Немесе осы Қытай болсын, Ресей болсын, Америка болсын, осылардың қолында тұрған біз ортеке болып кетпейміз бе? Яғни біз бұндай балансты дұрыс. Біздің мемлекет басшысы Қытай тілінде де еркін сөйлейді. Қытайлармен де барып тілін табады жаңағы. Туған күнінде барады арнайы қонақ ретінде. Америкамен де көріп отырсыз қандай келісім жасалды. Ресейді тағы да текені жезде қылып, ешкіні апа қылып жатқан жағдайымыз бар да. Оның сыртында жалпы қазақ қоғамының өзі әлеуметтік желіде күні кеше екіге жарылды. Бір діни жаңалықтар деген сияқты топтарда ашық түрде, яғни Палестина жағдайынан кейінгі Иранды қолдау, және екінші америкалық осы Қасым Жаншуды қолдаушы екі тарап пайда болды. Ол жаңағы Ресей ақпаратында тойып алғандықтанда әсер етуі де болуы мүмкін осы жақтардан. Осы жағдайдың қасиетті Рамазан айында жасалуы қаншалықты дұрыс болды деп ойлайсыз? Ол тек қана қасиетті Рамазан айында ғана емес, еврейлердің шаббат мейрамы кезінде де жасалды. Яғни
Израиль тарапы өте ұтымды, сәтті, күтпеген жерден таңдап отыр, ешкім күтпеген сәтте барлау ақпаратына сүйене отырып бұны жойқын түрде жасап отыр. Және сіз айтып өткендей ақпараттық алаңда бөлінуімізге келетін болса, ол табиғи нәрсе. Біз мәселеге, Иранға, Израильге немесе маңайымызда болып отқан Пәкістан, Ауғанстан мәселесіне қалай қараймыз, қандай линза арқылы, призма арқылы қараймыз, ол біздің ойымызда қалыптастырылған көзқарас арқылы қараймыз. Ол біздің көзқарасымыз неге байланысты қалыптасады? Әртүрлі нарративтер, TikToktан көргеніміз, Facebooktан жазбалар, мақалалар, видеолар арқылы қалыптасады. Сондықтан да бұл тұстан өте маңызды мәселені қозғадыңыз. Бізге қазақ тілді мықты аналитиканы дамыту керек, халықаралық, ішкі саяси мәселелерде болсын. Мына аналитика деген нәрсе өте өткір болумен қоса, өте реалист, прагматист болу керек. Сіз мысалы үшін жаңа SWOT анализ жасадыңыз. Қазақстан осы жағдайдан қандай мүмкіндіктер бар, әлсіз тұстары қандай болады, мүмкіндіктері қандай болады деген сияқты нақты аналитиканы жасадыңыз. Ал жалпы мұсылман әлемі, онсыз да жаңа сүнниттік және шииттік бағытты екі бөліп болатын, Оманнан басқа барлық мемлекеттерді атқылады кеше Иран. Ол жақта біздің қаншама туристеріміз қалып кетті. Олар алла амандық берсе елге оралар. Бірақ осы жағдайдың өзі кейбір елдердің, жаңағы Американың қанатының астындағы балапан елдердің өте әлсіз екенін көрсетті. Олардың әскери жағынан болсын, басқа жағдайда болсын. Осындай жағдайда басқа елдердің барлығын қатаң қадағалап алған кезде кейбір мемлекеттер өзінің болмысынан айырылып қалмай ма? Бар мемлекеттер. Енді ол сіз айтып отқан нәрсе мәселен тек берік жағы ғана. Өйткені Сауд Аравияда, әмірліктерде, Қатар, қай-қайсысы болсын араб елдерінің армиялары бар. Олар Иранға жауап бере алады әрқайсысы. Бірақ ол үлкен соғысқа айналып кетуші еді. Оны жасаудың да қажеті жоқ. Өйткені ол мемлекеттер өте дипломатиялық әдептілік сақтап отыр. Бір жағынан нейтралитетті сақтап отыр. Өйткені олар түсініп отыр. Ол Иран босқа ұрып отырған жоқ, ол Американың базаларының орнына ұрып отыр, Американың базаларын. Сондықтан да сондай бір белгілі үнсіз түсіністік бар сияқты. Ал енді Американың қанатының астындағы елдерге келсек, олардың көбісі дамыған, жаңағы Дубай сияқты, кешегі мына әмірліктерден бөлек Эмират, Қатар болсын, ол аймақта үлкен сауда дамиын деп отыр. Мына Американың технологиясы, жасанды интеллекті бар, логистика, өндіріс тізбектері, әлемнің енді орталықтарының бірі ғой. Неге Америка таяу шығысқа қатты көңіл бөледі? Өйткені мұнайдан бөлек жаңағы логистика, жалпы мына мұсылман әлемінде контроль жасаудың бір әдісі ғой негізі. Израиль бар. Ал енді оның потенциалына келсек, потенциалы зор деп ойлаймын. Өйткені жастар, мысалы араб мемлекеттерінің өзінің саны 450-470 миллионға жетті. Мысалы Түркия қосын 90 миллион, Иран 90 миллион. Мысалы Египеттің өзінде 120 миллионға жетіп қалды мысалы халық. Бұл өте үлкен нарық, болашағы бар деп мен ойлаймын. Және де Израиль болашақта Американың өзі де бұл аймақпен соғыса беруден шаршады. Бұл аймақта үнемі өз проблема шығарып келген болатын. Ливиясы бар, Ирақ. Ал енді менің ойымша бұл аймақпен белгілі бір интеграция, Ибрахим деп аталып отқанның өзі бекер емес қой. Яғни үш діннің өкілдері белгілі бір түсіністікке келетін сияқты көрінеді өзіме. Иран енді шиит болып айтқанмен, бірақ ол үлкен фактор, қатты мән берудің қажеті жоқ. Олар да біз сияқты халық, біз сияқты сіздер біз сияқты өркениетті халық қой Иран деген. Өте білімді, өте сондай салауатты халық. жасап келе жатқан Иран мәдениеті бар. Олар өзінің күшін көрсете жатыр да. Мысалы бір мысал келтіре кетейін, кеше Өзбекстан Кәрімовтің кезінде өте жабық ел болды. Бірнеше жылын жоғалтып алды. Қазір Қазақстанға жету үшін жан салып жатыр да, мысалы. Ускорение жасап стратегияларын. Сол сияқты олар да мысалы талай нәрседен қағылып қалды да мына режимнің кесірінен. Енді олар ашылып дамитын болса, олар Үндістан сияқты, олар бүкіл тұтас араб әлеміне тең, Израильге тең, басқа да күштерге тең мықты бір алаңға айналу ықтималдығы бар. Өйткені парсылар олар өте талантты халық. Бірақ оны геосаясаты жаңағыдай радикалдар, олар өкінішке орай прагматизмге олар ақылдар жабық. Өткен жолы сізбен бірге айтқан болатынбыз. Прагматист бола алмай отыр да, прагматик бола алмай отыр. Прагматик болған жағдайда сен шиитсің ба, суннитсің ба, бәрібір мұсылман, адамзат болса болды. Барлығы сауда саттық, алыс беріс жүре береді, интеграция, жолдар. Соны Израиль түсініп отыр. Болашақта мен бұл таяу шығысты күшпен ұстай алмаймын. Ана мифологиялық Библиядағы анау үлкен Израиль деген сияқты нәрсенің қиял екенін де түсініп отыр Израильдегілердің көбісі. Сондықтан да ол
миф деп ойлаймын, мифология деп ойлаймын, және шынайы жасампаздыққа қарай Израиль аяқ басады деп ойлаймын Америкамен бірге. Ал енді сіздің жаңа ақпараттық алаңда бөлінісімізге келетін болсақ, расында да бізде сол Израиль мен Палестинаны шетелдегі ақпараттың призмасымен қарайды. Яғни жаңа демонизация, шайтан періште ақ қара деген сияқты қарайды. Ақыр заман билігі. Ақыр заман деген. Ал бір жағынан қарасаңыз, Ирандағы болып жатқан оқиғалар, өз халқына жасаған мысалы соншама агрессиясы, қылмыстар, оны бүкіл әлем көріп отыр. Оны біз бағалауымыз үшін сізге белгілі бір діннің өкілі сену, сенбеу, ұлт деген мәселе емес, ол моральдық мәселе. Ол ұлт үсті мәселе, дін үсті мәселе, ол моральдық, этикалық мәселе. Сондықтан да кез келген әлемнің азаматы солай қарау керек деп ойлаймын да. Солай қарап отыр деп ойлаймын. Ал енді бір жаққа қарай бөлініп алып, мысалы, мыналар мұсылман еді, мыналар кәпірлер деген сияқты, ол өте қарабайыр, өте мынандай шектеулі көзқарас деп ойлаймын. Өте жаңағыдай ксенофобиялық көзқарас деп ойлаймын. Өйткені Израильдің жүргізіп отқан саясаты тек қана Нетаньяху емес қой. Бұл жерде де әртүрлі орыс тілді сарапшыларды қараймын, күнде қараймын. Олардың да арасында прагматиктер көп. Олар да жағдайды реально қарап отыр. Олар да бүкіл мынау жаңағы біз айтқан 2 миллиард, 1 миллиард мұсылманмен соғысатын, олар да жынды емес. Олар да айтып отыр, белгілі бір мағынада түсіністікке қарай келе алсақ деп отыр, келе аламыз деп отыр. Яғни таяу шығыстың маңызы осында ғой. Яғни шынайы тарихи маңызы көзге көрінетін сәтке келе жатқан сияқтымыз. Аймақ мынандай әртүрлі конфликттерден қажыды. Енді үлкен рисктердің өзі менің ойымша ол жаңағы Талибанмен байланысты болатын сияқты. Өйткені келесі Ираннан кейінгі шетін мәселе ол тікелей Талибан болады. Америкалықтардың Баграм әуе базасына қайтып келеміз деп отырғанның бір астары сол ма деп ойлайтын кейде. Енді біз енді қазір Оңтүстік Азияға қатты көңіл бөлуіміз керек деп ойлаймын. Үндістан, Пакистан динамикасы қалай болады? Ол жерде үлкен бір келісімге келе ала ма деген сияқты. Америка ол жерде не істейді деген сияқты. Қытай өте күрделі түйіндер ғой. Иран бір түйін болды, өте күрделі. Мына Ауғанстан, Пакистан, Үндістан бір үлкен бір түйін. Және де мына біздің жаңағы Израиль Палестина түйіні. Енді Қазақстан ставканы көтерді. Өзін әлемге паш етіп көрсете алды. Және де үлкен күрделі ойындарға кіріп отыр. Біз бұны бұрынғы сұхбаттарымызда айтқан болатынбыз, Қазақстан күрделі ойын ойнау керек деп. Міне сол ойынға кірдік. Бұл өте дұрыс деп ойлаймын. Бұл бізге жанданса келеді, бұл бізге динамика келеді. Бұл бізде белгілі бір ірі мемлекеттердің көлеңкесінде ұйықтап қалудан құтқарады. Бұл біздің жастарымыздың болашақта әлеммен интеграцияланған. Біздің үндістердің қай жеріміз кем? Біздің жастардың парсылардан қай жеріміз кем? Америкада жүрген Иран диаспорасында біздің қай жеріміз кем? Біздің арабтардан қай жеріміз кем? Біз неге Эмират сияқты, Сауд Аравия сияқты әлемдік экономика интеграцияланған, тең қаралатын, талантты ел бола алмаймыз? Неге бола алмаймыз? Орталық Азия ретінде, мысалы, Өзбекстанымыз бар, Қырғызстанымыз бар, соны Түркияға дейін жалғасқан аймақта, егер біз әлемге сондай үлкен таланттарды, интеллектуалды өнімдер ұсына алатын болсақ, және барлығымен жақсы бола отырып, Қытаймен де жақсы, Америкамен де жақсы, Ресеймен де жақсы. Біздің бұл уникалды шансымыз, 100 жылда бір туатын, 1000 жылда бір туатын бір шансымыз. Біз сондай жарқыраған жұлдызға айналу мүмкіндігіміз аз да болса бар. Осыны қолдану керек деп мен ойлаймын. Яғни жастарға жағдай жасау керек, таланттарға жағдай жасау керек деп ойлаймын. Біздің ешкімнен бір кем тұсым жоқ. Біз соны ұғындыруымыз керек. Әсіресе мына қазақ халқы ретінде біз мына қазіргі әлемдік геосаясаттың ортасына қарай ойысып келе жатырмыз. Біз тең ойыншыға айналып келе жатырмыз, үстелдің басына отыратын. Сондықтан да бұл тұста қазір әлемде популизммен қоса ұлттық құндылықтар, мына көбінесе мына әр ұлттың өзінің бір бейнесі бар ғой, құндылығы бар ғой, әлемге беретін. Сол тұста біз бөліну, ксенофобия, мынау Израиль, мынау Иран, мынау мұсылман, мынау бірдеңе дегеннен, Қытай дегеннен көрі, біз оның да тысында өте прагматик, өте терең ойлай білетін аймақпыз. Орталық Азия ретінде біз Қытаймен азиат бола қаламыз, біз батыспен батысқа жақын бола қаламыз. Өйткені біз мына орыс тілі арқылы немесе жалпы өзіміздің евразиат ретінде де біз негізі өзімізді Европаға жақын көреміз да, негізі шын айту керек. Біз европалық деңгейде ойлай алатын халық бола аламыз. Біз мына қасымыздағы өзбектерден немесе айталық мына тәжіктерден бір айырмашылығымыз, біз мәселені басқаша оқимыз. Кеше мына орыс тілді еврейдің пабликтерінде отырам, сол жерде жазып жатыр да жаңағы орыс тілді еврейлер. 1 миллионнан астам еврей бар ғой Израильде.
осы кишлактан шыққан адамдардың ақ деңгейіне таң қаласың деп. Жаңағы көбінесе өзбектер, тәжіктер, басқа да орталық Азия ұлттар Иранды жақтап отыр да. Яғни олардың өрелері, көзқарасының тарлығы сонда жатыр ғой. Сіз кішкене кеңірек қарасаңыз, ол жаңағы сіз жазып отқан адамдар орыс тілді еврейлер, кеше Ресейден, Қазақстаннан, Украинадан көшкен. Оларға керісінше біз идея ұсынуымыз керек. Міне каналды қолдан. Бір немен қатып қалмауымыз керек. Bir дін, бір аймақ, біз мынандай түркіміз деген сияқты жоқ. Біз адамзаттық деңгейге шыға алмай жатырмыз. Егер оның үшін шыға алатын болсақ, біздің ұлттық құндылықтарымыз, біздің болмысымызда бар теңдік, жақсы қасиеттер көп қой бізде. Ашықтық сияқты, құрметтеу сияқты. Бізде радикализм жоқ. Қазақ халқында радикализм жоқ. Сондықтан да біздің ұлтымыздың ішінде шығып жатқан жасанды бір радикалдық топтарды байқайсың. Анаушыл, мынаушыл дейтін. Екі бір полюс бар, айтпай-ақ қойын аттарын. Осы екі полюс негізі өте зиян бізге. Осы полюстер бізге қажет емес. Бізге елдің бірлігін сақтау маңызды. Бізге өзіміздің орташа, енжар деп айтайын, консерватордан бұрын прагматик көзқарас бар ғой. Көне қазақ дәуірінен келе жатқан прагматик. Жағдайға шынайы көзқараспен қарай алатын. Фанатизм жоқ. Сондай бір деңгейге жете алсақ, менің ойымша мына маңайымыздағы ойыншылармен ойнай аламыз. Біз неге Қытайға жақсы идеялар ұсынбаймыз? Біз неге мысалы Израильге бейбіт өмір сүрудің қандай екенін ұсына алмаймыз? Неге біз басқа мысалы Ресейге неге кейбір идеялар ұсына алмаймыз мысалы? Демография өсіп келе жатыр, мемлекет өсіп келе жатыр, қазақ тілділер көбейіп келе жатыр. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да, шектесеңіз де, шектемесеңіз де. Сондықтан да осы сәтті пайдаланып, осы уақыт коридорын пайдаланып, біз мына сыртқы саясат бар, ішкі саясат бар, мынандай бірлігімізді сақтап, халықтың бірлігін, мемлекет пен халықтың бірлігін сақтап, біз өте ақылды, смарт, осындай дүниетаным, саяси философияны қалыптастыруымыз керек деп ойлаймын. Яғни жаңағыдай тек қана сынай беретін радикализм емес, немесе тек қана мақтай беретін бір жақты аля коммунизм, бір үстіртін бір көзқарастар емес. Бізге орысша айтқанда как есть дейді. Қалай болса, сол жағдайды жұмсақ сөздермен анализ жасайтын, міне жағдай осындай. Сыртқы саясаттағы проблемамыз мынау, ішкі саясаттағы мынандай мәселелер бар. Осыны былай реттеуіміз керек дей алатын, біріміздің бетімізді жыртысатын деңгейде емес, аргументімізді асықпай тыңдай алатын, оған лайықты жауап бере алатын сондай бір жағдай жасау керек болып тұр да. Қысқаша айтқан кезде қазақтар мәдениетті ұлтқа айналу керек. Онсыз енді кейбір топтарымыз қалаланып жатырмыз, орыс тілділер бар, қазақ мәдениет дамып жатыр. Бірақ менің айтпағым, әлеуметтік желілерде, басқа да жерлерде біз сол бір-бірімізді тыңдай алатын, мәдениетті дискуссия жүргізе алатын, пікірталас жүргізе алатын сондай бір деңгейге жетуіміз қажет болып тұр. Білімді алға қоятын ұлт, ақылды, жаңағы прогрессив ұлт дейді ғой Тоқаев. Сол сияқты сондай бір ұлт ретінде қалыптасу мүмкіндігі қазір туып тұр. Егер президентіміз соған жағдай жасай алса, халықаралық алаңды реттеді. Енді мына ішкі саяси алаңда біз жаңағыдай диалогты, бір-бірін тыңдай алатын, мысалы, сен неге сондай ой айттың деп бір ыңғайсыз жағдайға түсірмейтіндей, әр нәрсені рет-ретімен эмоциясыз, ақылды сараптай алатын, пікірталас жасай алатын ұлтқа айналуымыз қажет болып тұр. Менің ойымша бұл эмоцияның астарында біріншіден білім жетіспей тұр, білім. Екіншіден ақпарат жетіспей тұр. Конституция мәселесінде де, немесе басқа да, мысалы, мына Иран-Израиль мәселесінде де, мысалы, ол ақпарат білімге байланысты ғой. Терең білсеңіз, еврейлер не деп жатыр, қытайлар не деп жатыр, аналар бәрін салыстыра отырып сөйлесеңіз, ол жерде эмоцияға орын жоқ. Ол жерде сіз салыстырып айтасыз бәрін, олар демек біз былай істеуіміз керек деген сияқты. Ал бізде олардың позицияларын білмейміз, не болып жатқанын да білмейміз, астарын білмейміз, содан кейін эмоцияға берілеміз да, ойбай, құрыдық, немесе бәрі бітті деген сияқты. Сондықтан да біз қазір ақпараттық заманда, әсіресе мына Ресей соғыста тұрған жағдайда, әсіресе мынандай қазір мүмкіндіктер ашылып тұрған жағдайда, біз центрді күшейтуіміз керек. Центр деп отырған Қазақстан, орталық Азия, мынау өзбектермен, қырғыздармен, жаңағы түріктермен, әзірбайжандармен, басқа да қандай ұлттар бізге қосылатын болса, венгрлер деп айтайық, немесе басқа европалықтар, басқа Азия мемлекеттері бар, оңтүстіктегі Азиядағы. Солармен бір достық, әріптестік байланыстарды нығайта отырып, ақпараттық алмасу, диалог алаңдарын нығайтуымыз керек деп ойлаймын. Яғни қысқаша айтқан кезде қазақтар бір ксенофоб, басқа әлемді түсінбейтін,
уайымшыл халық емес, Маргинал халық емес. маргинал халық емес, өте дұрыс. Изоляциядағы халық емес, керісінше жағдайын бәрін түсініп отырған, оқып отырған, бәрін. Мыналар кімдер? Және өз Және орнын сауатты білетін, әрекет жасап отырған. сауатты, өзінің қадір қасиетін білетін. Өйткені біздің мақтанылатын нәрселеріміз бар. Үндісте жоқ нәрсе бізде бар. Еврейде жоқ нәрсе бізде бар. Европада жоқ нәрсе, орыста жоқ нәрсе, Қытайда жоқ нәрсе бізде бар. Біз осының құндылығын көрсете алмай жатырмыз. Осының құндылығын, қазақтың құндылығын көрсете алмай жатырмыз. Ол біздің мына бүкіл әдебиетіміз, бүкіл немізді тұнып тұр. Біздің аға буындарды, жазушылар жазып кеткен. Ол осыны әдемі, шынайы бір өмірімізге өрнектеп өріп, осыны көрсете алсақ, сондай бір ерекше бір сондай бір философия, бір идеология деп айтпаймын, идеология деген сөзді ұнатпаймын, бірақ сондай бір ерекше бір білім жүйесі, тәрбие жүйесі, әлгі бір центризм емес, бәрін мына істеңдер дейтін емес, сондай бір ерекше бір әрі демократиялық, әрі жұмсақ түрде мәжбүрлейтін да, мына біздің ата бабамыздың жолымыз, ата бабамыздың жолын ұстанамыз деген сияқты, өз жолын ұстанатын, бірақ оны қатты кетіп қалмайтын, қатты ұлтшыл емес, қатты бір дәстүршіл емес, бірақ бәріне прагматизммен, фанатизмсіз қарайтын да, эмоциясыз қарайтын, сондай бір ақылды ұлт болуымыз қажет болып тұр, және ол біз бола аламыз. Оны Құдайдың өзі бізге оны мүмкіндікті беріп тұр. Неге дейсіз ғой? Қытаймен, Ресеймен, Иранмен, және Ауғанстан деп айтайық, Европаның ортасына отырғызып қойды бізді. Босқа отырғызған жоқ, біздің мінезімізге сеніп отырғызды. Қазақтардың мінезі осындай, шыдайды осы жерде отыруға, мына жерді ұстап тұруға, ешкімге бермей мына жерде, мына шекараны басқаруға шамасы жетеді, қауқары жетеді деп біз сол жерде отырмыз. Сондықтан да біз өзіміздің потенциалымызды білуіміз керек деп ойлаймын. Біздің саяси лидерлер, идеологтарымыз осындай мәселелерге мән беру керек деп ойлаймын. Яғни өз қадір қасиетімізді түсіну, өзіміз қадір қасиетімізді бағалау. Мысалы үшін кез келген идеологияны жүргізген кезде golden age деген болады, яғни әр мемлекеттің өзінің бір алтын дәуірі, яғни біздің алтын дәуіріміз Тұран, алтын орда алайықшы, сол кезеңде болды. Ал Иранның алтын дәуірі бір парсының поэзиясыменен керемет бір өзіндік бір мынау кілем тоқу деген сияқты да бір керемет бүткіл әлемге өзінің тіпті тілінің өзі, парсының тілінің өзі ағылшынның қаншама тілін басып жатыр да. Яғни оның ықпалы деген сондай өте бүткіл әлемге ықпалы сұмдық болған мемлекет қой, өркениеттің бір ошағы болған мемлекет. Солай бола тұра мынандай жағдайға түсіп қалды. Ал осы қысымның ішінде тұра Аскар Фархади, Панахи сияқты, Мәжид Мәжиди сияқты тіпті керемет мынау киноға түсіруге, яғни өнерді қысқан кезде де это не кино деп те кино түсірген керемет бір сондай суреткерлері әлі күнге шейін толассыз шығып отырған бір үлкен өркениеттің ошағы. Иранды бір ит өлген жер емес, тура салсаң Астана мен Алматының арасында-ақ өте іргемізде тұрған мемлекет. Тұран мен Иранның арасындағы текетіресті білесіз, біздің бүткіл ауыз әдебиетімізде оларды біз қызылбастар деп айтып келгенбіз. Өйткені сен соғыссаң да, яғни сен жақының деген сөз де, яғни үнемі сен онымен байланыста болдың, алыс берісің болды. Бәсекелесің. Осы Иран мәдениетіндегі жағдай қалай болады? Ал қазір олардың ішінде егер қандай да бір реформаны, бір исламдық фанатизмнен немесе бір тоталды ислам республикасы деген атаудан шығатын болса, олардың болашағы қалай болады? Менің ойымша, Иран егер тұрақтай алса, кім келсе де мемлекеттің басына, мейлі бейтарап, мейлі проамериканшыл, мейлі қандай да, бірақ мына соғыс конфликт аяқталып, режим ауысып, жағдай өзгеретін болса, мен жақсы жаңалықтарды орта перспективада күтемін. Өйткені Израильдің президенттің өзі Иран халқына шыққан кезде, Трамптың өзі Иран халқына өзінің құрметін көрсетіп отыр. Құрметтейтіндей халық. Талант жағынан, адам капиталы жағынан, терең тарихы, мәдениет жағынан өте сауатты қоғам. Оны біз Қытайдың қатарында, Үндістанның басқа ірі мемлекеттердің қатарында, өркениеттердің қатарында мойындаймыз. Жазба мәдениеті, отырықшыл мәдениет тұрғысынан алған кезде, біз көшпенді болса, олар отырықшы болды. Сондықтан да олар жақсы дамыды да. Біз отырықшы болып, біраз оңбай қалдық негізі, қала сала алмай қалдық. Біз мына материалды мәдениетті көп дамытамай қалдық та. Менің ойымша болашағы зор деп мен ойлаймын. Өйткені өте көзі ашық. Әсіресе мына шетелдегі диаспоралардың көмегі ғой. Иран диаспоралары мықты шетелде, солардың ықпалы зор болды деп мен ойлаймын. Жалпы аймақтың трансформациясында парсы Иран халқының рөлі болады деп мен ойлаймын. Оны оң бағалаймын. Және сонымен қоса, оның ішінде
көбісінің түрік халықтары екенін мойындауымыз керек. Әзірбайжан, Қашқай, түркмен, басқа да оның ішінде қазақтар да бар. Сондықтан да ол елдің алға қарай қалай жылжуы біріншіден өздеріне де байланысты. Ал енді саяси режимге келсек, әрине ол діншіл болмайды. Мына режимнің құлауы деген сөз, діншіл режимнің құлауы деген сөз. Ол теократияның өзінің баянсыздығын әлемге паш етті. Иран халқы адамзат деңгейіндегі өркениеті бар, сол деңгейде ойлай алатын халық екенін баяғыда әлемге дәлелдеп қойған. Ол тағы да дәлелдейді деп ойлаймын. Сондықтан да біз үшін ол жақсы болады. Жаңа сіз айтқандай, Тегеранға немесе Иранның порттарына мысалы туризм мақсатында баратын болсақ, ол жақта таяу шығыс араб парсы шығанағымен біздің экономикалық байланыстар нығаятын болса, алыс беріс, барыс келіс, интеграция, логистикалық жолдар күшейетін болса, ол жағдайда нұр үстіне нұр болады. Біз қазір оптимистік сценарий туралы айтып отырмыз. Ал енді пессимистік сценарийға келетін болсақ, қазіргіден жаман болмайды деп ойлаймын мен. Ең жаманы осы деп ойлаймын. Қазіргі мына біздің жабық Иранға жолға шыға алмай жатқанымыз, Иранның оқшау санкциялық елге айналуы. Егер Ирандағы режим құласа, Американың ықпалы күшейетін болса, ол жағдайда ол аймақ әлемдік экономикаға интеграцияланады. Яғни санкциялар алынады, және басқа жаңа элита келеді. Ол элита маңайымен басқаша жұмыс жасай бастайды. Және мен оларды мына бұрынғы режимнен жаман болады деп ойламаймын. Адекват, прагматик адамдар келетін болса, кәдімгі үстел басына отырып сөйлесе алатын, мысалы Каспий мәселесінде, немесе орталық Азиядағы бір мәселелерде, Ауғанстан мәселесін мысалы талқылай алатын болсақ, шешуге ыңғай танытатын болса, ол жағдайда мен жалпы бұл көзқарастарды, болып жатқан жалпы оқиғаларды оң бағалаймын. Және ислам әлемі тұрғысынан да бұл Иранда тіпті зайырлы мемлекеттің, зайырлы болған кезде қатаң зайырлы туралы айтпаймыз біз. Біз жұмсақ зайырлы туралы айтып отырмыз. Мейлі Қазақстанда, мейлі Иранда, мейлі араб елдерінде. Яғни әркім өзінің дінін ұстанатын, бәріне жағдай жасалатын, ешкімді айыптамайтын, ешкім көзіне нұқып, сен наушылсың, анаушылсың деп айтпайтындай, әркім өз тірлігімен айналысатын бір жүйе құрылу керек та. Яғни халыққа жағдай жасау деген сол. Халықтың дамуы үшін, творчестволық еркіндік үшін, шығармашылық, өнімділік үшін, тиімділік үшін осындай жағдайлар жеткілікті негізі. Ол халықтарға не керек? Экономика жұмыс жасап тұрса, бизнес ашу үшін жағдай ыңғайлы болса, өзінің капиталын жинай алатын болса, мысалы инфляция жағдайын реттей алатын болса, барып жалақысын бәрін тамаққа жұмсайтындай болса, әрине ол наразылық болады, қай елде болса да. Сондықтан да бұл Иран орталық Азия үшін үлкен бір мүмкіндіктерді ашады деп мен сенемін. Әрине қазір енді соғыс аяқталмай жатып мен барлығын керемет бір түсте сипаттағаным дұрыс бола қоймас, бірақ менің өзімнің жалпы болашақты көруім осылай. Және де аймақтағы мына Израиль-Иран текетіресінің толықстауы бұл әрі таяу шығыс үшін де, әрі мына Каспий аймағымыз, орталық Азияның оңтүстігі тұрғысынан, қауіпсіздігі тұрғысынан өте оң оқиға болады, жағымды оқиға болады деп мен ойлаймын. Бірақ геосаясаттың өзінің ұңғыл-шұңғылы бар, өзінің ерекшеліктері бар. Қытай мәселесі бар, өте шетін, ауған мәселесі бар, өте шетін. Және де Израиль мен Американың өктем агрессиялық құйтырқы ойындар да бар. Оны да ескеруіміз керек. Сондықтан да біз әлемдік деңгейде туралы айттым ғой. Яғни басқа мемлекеттердің алдын орайтын, әртүрлі нұсқаларды дайындайтын дипломатиялық белсенділік көрсетуіміз керек, стратегиялық көрегендік көрсетуіміз керек. Және сонымен қоса мына қазір аласапыран жағдайда оған енді іс-шаралар жасалып жатыр ғой. Ішкі, сыртқы тепе-теңдікті сақтай алатын, елді дүрліктірмейтін, елді біріктіретін сондай бір пікірлік алаң қалыптастыруымыз қажет деп мен ойлаймын. Сонда таланттар өздігінен өзі шығады, меритократия орнайды, экономика жұмыс жасай бастайды, коррупцияның тынысы тарылады, талантты білетін адамдар сөйлей бастайды, айта бастайды, әділ адамдар билікке келетін болады. Қай жерде болсын. Сондықтан да біз осындай прагматизмге қарай өтуіміз керек. Әлем бізді жан жақтан қысып келе жатыр. Біздің бұрынғы аймақтың айтамын, орталық Азияның, біздің мұсылман елдерінің деп айтайық, біздің ішкі өзіміз үшін екі стандартты ойындарымыз енді жүрмейді. Енді біз үндістермен, еврейлермен, Европамен, басқа да өркениеттермен бетпе-бет келіп тұрмыз қазір. Біздің ішіміздегі екі стандарт сыртқа әдемі, ішімізде шіріп ататын болсақ, оны біз әлем оны бағалайды. Әлем оны сәйкесінше бағалайды, соған сәйкес бағалайды. Біз
ішіміз қалай болса сыртымыз да сондай болуға мәжбүрміз. Мгм. Біз ол дипломатиямызда, яғни қысқаша айтып тұрған мынау ғой, егер мемлекет коррупциядан ішіне шіріп кететін болса, ішінде меритократия жұмыс жасамайтын болса, экономикалық механизмдер халықтың бизнеспен айналысуына, еселеп дамуына, бизнес ашуына жағдай жасалмайтын болса, ол жағдайда біздің айтып отырғанымыздың бәрі далбаса нәрселер. Мгм. Сондықтан да өте мына баланс дегенім сол, ішкі баланс, сыртқы баланс деп отырғаным сол, яғни есепке сүйенген, ашық, транспарентті, қазір мына электр әлемінің дамуымен, интернет, жасанды интеллект, цифрлық әлемдердің дамуымен бұның ұтымды мүмкіндігі болып тұр деп мен ойлаймын. Қысқаша айтқан кезде сөздің тобықтай түйіні, біз барған сайын интеграцияланып баратырмыз. Біз баяғы оқша өзіміздің сол күңкіл әңгімеміз, сол асханадағы әңгімеміз деңгейінде емес, немесе фейсбукта ғана біреудің астына жазып деп жаңағыдай барынша дәлелдеп өзіміздікінің дұрыс екенін деген сияқты. Біліміміз шектеулі, біздің білмейтін нәрселеріміз көп, мойындауымыз керек. Біздің ұлт ретінде де қателеріміз көп, жасаған қателеріміз. Мысалы біздің ата бабаларымыздың Қасым хан заманынан бастап сонау төрелердің тұқымы, төре хандардың қателері бар. Неге біз Ресейге тәуелді болдық? Өйткені төрелердің жасаған бір қателігі, бәлкім сатылып кеткендігі, олар сатып алуы, немесе айталық Қасым хан, баяғыда Қасым хан анау Астраханға дейін өзбектермен бірігіп сіз айтқан қызылбаштармен соғысты ғой. Бүкіл мынау қазақ хандығының қазір территориясы сол кезде құрылған болатын. Содан кейін, кеткеннен кейін 25 жыл бізде азаматтық соғыс болады. Сол әлі күнге дейін соның әсерін біз көріп жатырмыз. Ата-бабалардың жасаған қателерінің әсерін көріп жатырмыз. Төрелердің тұқымдарының жасап кеткен қателерін біз қазір көріп жатырмыз. Неге біз бодан болдық? Өйткені демек рухани бірлігіміз болмаған біздің. 17 ғасыр, 16 ғасырда қазақ қоғамының ішінде терең бір кризистер, рухани кризистер болуы мүмкін. Яғни басы бірге алмау деген сияқты. Демек, елдің ыдырауы үлкен мемлекет бола тұрып, Қасым ханнан кейін сондай ыдырап кету, жерінің жартысын айырылып қалу, кейін жоңғарлардан жеңілу, жоңғарға халықтың хандарының кейбірінің қатыспауы мысалы да, немесе Кенесарыны көбісі қолдамауы, бұл тарихтан өттік қой. Бұл пессимистік біздің тарихымыз. Оның біз ащы дәмін қазір көріп келе жатырмыз. Бұның өткеннің қатесін қайталамауымыз керек. Және мен қайта бірлік деп отырған сол, халықтың рухани бірлігі ыдырайтын болса, оны сырттан кез келген, мейлі Америка, мейлі Қытай, мейлі Ресей, мейлі қайсысын болсын, Израиль болсын, оны қалпақпандар болады. Қалпақпандар болады, мейлі тәліптер болсын, оны міндетті түрде пайдаланады. Сондықтан да біз рухани бірлігіміз деп отырғанымыз сол. Фанатизмге кетпей, өзіміздің орта жолымыз, бұрыннан келетін қазақы жолымыз. Сол жолды бірақ ұстану деген осы екен деп, соны сақтау емес, консервация емес, соны дән ретінде қабылдап, соны басқаша жаңа заманға сәйкес жан-жағынан, дипломатиялық, әскери жағынан, технологиялық жағынан, білім жағынан, интеллектуалды, концептуалды, философиялық, әлеуметтік барлық жағынан соны нығайту деп ойлаймын. Мынау қазақ айтады, шөлмек мың күнде сынбайды, бір күнде сынады деп. Жылдар санкцияның құрсауында қалып қатты қысымға ұшыраған Ирандағы шөлмек сынды. Иранның рухани көшбасшысы Аятолла Хамейни өлтірілді. Жалпы өте бір қызық бір фазаға түстік дәл қазір әлем. Осы тұрғыда қазақ қайтеміз деген елеңдеп қалған сұрақтар болған. Оған қатысты өзіңіздің оптимистік және пессимистік тұрғыдағы жасап берген сценарийлеріңізге, аналитикаңызға рахмет. Жалпы елдің іші тыныш болатын болса, елдің іші бағана өзіңіз айтқандай керемет смарт қоғам айналатын болсақ, рас қазақ қоғамын ешкім алмайды. Лайым сондай, анау Тұрсын Жұртбайдың «Қазақтың жаның» деген шығармасында айтады, қазақтың күлі феникс құсының күлі болғай деп. Лайым сондай болайық, бізге кез келген елдің тісі батпайтын болсын. Сұхбатымызды әрі қарай Иран танушы Жәнібек Имамәзір мырзамен жалғастырамыз. Прокси соғыстарда қазір ақпараттық соғыс басты рөл алады ғой. Яғни сіз енді Парсының өзінің сайттарынан ақпарат дерек көздері тікелей қарап отырсыз. Жалпы ол жақтағы дәл қазіргі мынау Аятолланың дүниеден өтуіне байланысты жаппай елде бір траур, яғни 40 күндік аза тұту сияқты жағдайлар жарияланды. Бір соны көбірек алға шығарып та беріп жатыр. Яғни жалпы олардағы ақпараттық соғыста қаншалықты тиімді тегеурін көрсете алды Америкаға қарсы? Енді соғыстың бірінші күні, сол сенбі күні
түстен кейін Иранда интернет толығымен өшірілді. Аха. Яғни бұл бір жағынан халыққа түсіндіру жұмыстары, яғни жаулардың бір-бірімен осы Иранда жүрген тыңшыларымен байланысты үзу деп өздері сөйтіп түсіндірді интернеттің өшірілгенін. Бірақ екінші жағынан сырттан ешқандай ақпарат келмей, тек қана өздерінің ақпаратын халыққа тарату болып саналды. Себебі сол сенбі күні түстен кейін жаңағы әскери адамдар, қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшылары біз ақш-тың аймақтағы 27 авиабазасына шабуыл жасадық, 100-ден аса американдық қаза тапты, біз бәріне төтеп береміз, біз мықтымыз деген сияқты сондай ұран тастап жаңа халықтың рухын көтеруге тырысты. Бірақ бұл жауап берген жоқ, себебі халық осы өткендегі қаңтар көтерілісінен кейін мүлдем көңілі қалған, сондықтан билік тарапынан болған кез келген мәлімдемеге күмәнмен қарайды және қабылдамайды. Кеше түнде Әли Хоменейдің өлгенін хабарлағаннан кейін, тіпті оны Иранның билік өкілдері хабарлаған жоқ. Ең бірінші Израильдің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мәлімдеді. Одан кейін ақш президенті Дональд Трамп мен сенімдімін, Әли Хоменейдің өлгеніне мен сенімдімін деп айтты. Бірақ Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арахчи, сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бахири және басқа да лауазымды тұлғалар Әли Хоменейдің қайтыс болғаны туралы ақпарды жалған деп мәлімдеді. Ол өзінің жұмыс орнында әскери күштерді басқарып отыр деп мәлімдеді. Тек қана таңғы сағат 6-да ғана Әли Хоменейдің қайтыс болғаны туралы ресми мәлімет жасады. Бірақ сол түнгі сағат 1-ден бастап біздің Қазақстан уақыты бойынша Тегеран, Мешхед, Тебриз, Исфахан, Шираз сияқты ірі қалаларда халық көшеге шығып кетті. Жаңағы музыка қойып, билеп, ысқырып, кәдімгі бір үлкен той сияқты болды. Мұндай халықтың қуанышын, ирандықтардың қуанышын мен осыдан 8 жыл бұрын Иранның ұлттық футбол командасының әлем чемпионатына шыққан кезде осындай қуанышты көргенмін. Халықтың көшеге шығып қуанғанын. Енді соншама жылдан кейін қазір осы Әли Хоменейдің өлімі таратылғаннан кейін оның өзінде Иранның ресми билігі емес, батыс ақпарат құралдары, оның ішінде Израильдің ақпарат құралдарын таратқан мәлімдемесіне сеніп, сол өздерінің көңіл күйін білдірді. Бұл дегеніміз Иран халқы қазір өздерінің ақпарат құралдарына емес, сол Израиль мен батыстың ақпарат құралдарына көбірек сенім артады. Сосын біздегі осы ақпаратты төте ақпарат алмағандықтан біз Ресей ақпарат немесе Америка ақпаратының призмасынан қарағандықтан біздің де әлеуметтік желідегі қолданушыларда екіұдай пікір бар. Бірі жаңа діншіл болғандықтан Иранды жақтайды, екіншісі Американы жақтайды деген сияқты екі кәдімгідей нақты ара қатынас көріп отырдық та. Осы жағдайда пікіріңіз қалай? Жалпы біз қалай түсіндіруіміз керек? Бұл жағдайдан біз оң позитив немесе теріс позитив жалпы елге нақты не беретінімізді айтуымыз керек пе осы тұрғыда? Бұл жерде бір нәрсені естен шығармау керек. Аятолла Әли Хоменей ол діни лидер болғанменен ол бір мемлекетті басқарып отырған адам, яғни саяси тұлға. Діни тұлғадан бұрын ол саяси тұлға. Сондықтан бұл жерде жаңағы кейбір адамдардың ол деген мұсылмандардың жаңағы пірі етіп көрсету, батыстық
Америка мен Израильге қарсы шығып отырған дүние жүзіндегі жалғыз адам деп бір аспекттеп көрсетуі ол дұрыс емес. Себебі Али Хоменей ол ең біріншіден ол диктатор. 37 жыл бойы елді уысынан шығармай ұстап отырған, наразы адамдарды өлтірген, тек қана осы мына 2026 жылы қаңтардың өзінде ол тікелей сол Али Хоменейдің бұйрығыменен 30 мың мен 50 мың арасындағы ереуілшілер қаза тапты. Яғни бұл ешқандай дін жағынан болсын, адамгершілік жағынан болсын, қандай жағынан болса да Хоменейдің бұл әрекетін ақтап алу ол мүмкін емес. Ешқандай жағдай бұл соншама адамды өлтіргенін ақтап алмайды. Сондықтан бұл біріншіден диктатор. Егер ол діни тұлға болса, мысалы шииттердің аятолла Систани деген аятолла бар, шииттердің рухани көсемі деп айтуға болады, Иракта тұратын. Ол саясатқа көп араласпайды. Ол көбінесе сол жаңағы дін жағынан. Енді егер сондай адам болса, Хоменей, онда түсінуге болатын еді, жаңағы бұл діндар адам, мұсылман деп айтуға болатын еді. Ал өзінің халқын қырып отырған, бұған дейін де қаншама көшеге шыққан халықты қырып отырған, өлтірген адам, ол исламның өзіне де қайшы ғой. Исламда адам өлтіру ең үлкен күнә болып саналады. Ал бұл өз қолымен қаншама адамды өлтіріп отыр. Сондықтан бұл жерде Али Хоменейді бір тек қана Израильмен ақша қарсы тұрғаны үшін ғана ақтап алу, бұл менің ойымша ақымақтық. Енді біз парсы мәдениетіменен біз бұрыннан етене араласып жатырған мемлекетіміз, одан кейін мынау Совет одағы келген кезде де біршама қазақ диаспорасы сонда көшіп барған болатын. Жалпы ол жағдағы жағдайды сіз енді ішінен білесіз ғой, Иран танушы ретінде болашағы қалай болады? Енді бұл жерде екі сценарий бар. Біріншісі, қазір уақытша үкімет құрылады, және сол уақытша үкіметтің мүмкін 1-2 айда жаңағы референдум өткізіп, арқарай бұл республика бола ма, жоқ монархия бола ма, жоқ жаңағы федеративті республика бола ма, сол жағынан құрып, енді бұл заңды негізгі оптималды нұсқасы осындай. Сөйтіп сайлау өткізіп, сосын арқарай дамып кетуі мүмкін. Ал екіншісі бұл жаңағы сыртқы күштердің әртүрлі, мысалы күрдтерге, әзірбайжандарға, белудждарға, басқа да көптеген Иранда тұратын басқа да халықтардың оппозициялық күштеріне қолтығына су бүркіп отырып, сөйтіп Ираннан бөлініп шығу мәселесін көтеріп, азамат соғысына да ұласып кетуі мүмкін. Бірақ енді бұл Иранның өзінің ішінен болмайды, бұл егер сыртқы күштер араласса. Ал жалпы егер сыртқы күштер араласпаса, негізінен енді қазір көбінесе сол жаңағы Америкада жүрген Реза Пехлеви келіп, қайтадан сол монархия орнайды деген түсінік басым қазір. Бірақ енді Иранда халықтың көбі қолдамайды Реза Пехлевиді. Оның үстіне олар қазір бір диктатордан шығып, екінші диктаторлыққа кіру бұл да дұрыс емес деп халықтың көбі сондай пікірде. Соған қарағанда енді қазір мүмкін ол Реза Пехлеви келгеннің өзінде де бір уақытша үкіметті басқаратын шығар. Қазір енді нақты осындай болады деп айту қиын, бірақ та сол бірнеше нұсқасы бар. Не жаңағы федеративті республика, не унитарлы мемлекет болып қала береді, немесе жаңағы Ұлыбритания, Жапония нұсқасындағыдай монархиялық мемлекет, бірақ жаңағы шах ол тек қана бір символ ретінде ғана қалуы мүмкін. Жалпы кейбір сарапшылар мынау осыған дейін оқшауланып, барлық елден бөлек болып келген Иранның әлемге ашылатын болса, осы жағдайдан кейін Қазақстанның экономикасында да бір жақсы бір оң сценарийлерді ұсынып жатыр. Өйткені біз бағанағы Ормуз бұғазы арқылы бүткіл әлемге жолымызды ашуға болады деген. Ол тұрғыдан қандай пайдасы болуы мүмкін бізге? Егер Иранда демократиялық режим орнап, санкциялар алынса,
бұл Қазақстан үшін өте жақсы, себебі теңізге шығатын біздің теңізге шығатын жол Иран арқылы бұл ең арзан және ең жақын жол. Біріншіден, екіншіден бұл Иранның экономикасы енді кезінде өте мықты экономика болған. Тіпті осы Ислам Республикасының өзінде де 2000-шы жылдары Азиядағы ең ірі 10 экономиканың ішіне кірген болатын. Сондықтан оның үстіне халқы да көп. Бұл Қазақстан үшін өте жақсы мүмкіндік. Себебі біз мұнай болсын, мұнай өнімдері болсын, химиялық өнімдер, ауыл шаруашылық өнімдері, жалпы қандай тауар болса да халықаралық нарықтан өзімізге кіргізе аламыз Иран арқылы, өйткені бұл ең жақын жол. Және бізде бұл қазір транзиттік дәліздердің бәрі жасалған, дайын тұр. Бізге тек қана қазір кедергі келтіріп отырған сол халықаралық санкциялар ғана. Егер бұл санкциялар алынса, бұл Қазақстан экономикасы үшін өте үлкен бір серпін береді деп айтуға болады. Себебі Иран, Қытай тауарларының өзі біз осы Иранға, Европаға осы өзіміз арқылы шығарғанмен қатар, өзіміздің тауарларды Ирандағы порттар арқылы сыртқа шығара аламыз. Сондықтан бұл тіпті қазір мысалы бізге мына Европаға шығу қиын болып тұр ғой, қазір мына Ресей мен Украина соғысына байланысты. Сондықтан бұл жағдайда біз үшін Иран арқылы біз әлемдік нарыққа, Европаға, оңтүстік шығыс Азияға емін-еркін, жылдам әрі арзан өзіміздің тауарларымызды шығара аламыз. Және сол жақтан біз өзімізде басқа қажет импорт тауарларды кіргізе аламыз. Және бұл ең басты нәрсе, бұл біздің ауыл шаруашылық өнімдері. Өйткені Иранның өзі 90 миллион халқы бар. Сонымен қатар бүкіл Парсы шығанақ елдері, Араб елдері және Солтүстік Африка елдеріне біз өзіміздің ауыл шаруашылық өнімдерімізді шығара аламыз. Бидай, арпа, ет. Бұл біздің ауыл шаруашылығына өте жақсы серпін береді. Жақсы. Рахмет. Осындай керемет пікір білдіріп, қазақ қоғамын көзін ашуға әрекет етіп жүрсіз. Жалпы әлеуметтік желіде белсенді түрде айқас отырасыз. Сізге Раиси туралы да сұрақтар қойып жатады, Хамениден келген мұрагер еді деген сияқты. Сіз өз пікіріңізді де жазып жатырсыз. Бәрін көріп отырмыз. Жалпы осы елді ағартушылық бағытта қызметіңізді жалғастыра беріңіз. Иран мәселесі бұл аз күнде бітетін дүние емес. Сол себептен алдыда сізбен кең көлемде тағы да сұхбат құрамыз деген ниеттеміз. Рахмет сізге.